Күн оқушылар, бүгін қазақ тілі пәнінің 4 сыныпқа арналған 3 сабағын бастаймыз. Тақырып байлығым, байтақ елім. Монолог құрай аламын. Бірінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Өте ертеде бір дана қария дүниеден өтерінде қасына ұлын шақырып алып, балам, дүниемен қоштасар күнім жақын. Өзіңе қалдырып бара жатқан асыл қазынам бар. Сен соны іздеп тап, ұғыпты пайдалан, ұқсатып қолдан депті. Күндердің күнінде бала әке қалдырған қазынаны іздеймін деп әбден шаршайды. Бірақ әкеден қалған қазына таптырмайды. Амалы таусылған бала ел ішіндегі көпті көрген бір қариядан ақыл сұрай барады. Әкеңнің сөзі рас балам, оның саған қалдырған қазына мұрасы тіл. Әкең сөзге шешен кісі еді ғой. Бәріміз де сөз асылын сенің әкеңнен үйрендік. Тілден қымбат қазына жоқ, деп кемеңгер қария аталы сөздің шешуін айтыпты. Ал бірінші тапсырма. Мәтін кім, не туралы? Асыл қазына туралы, дана қария туралы, тілден қымбат қазына жоқ екендігі туралы. Оқушылар, егер мәтінді жақсылап түсінген болсаңдар, бұл жерде жауабы тілден қымбат қазына жоқ екендігі туралы айтылғанын анық білуге болады. Келесі тапсырма. Мәтіндегі негізгі ой айтылған бөлікті көшіріп жаз. Бізде негізгі ой деген мәтіннің нақты ойының қандай екенін білдіретін, нақты мәнін түсіндіретін бөлімі. Яғни бұл жерде әкенің сөзі рас балам, оның саған қалдырған қазына мұрасы тіл. Әкең сөзге шешен кісі еді ғой. Бәріміз де сөз асылын сенің әкеңнен үйрендік деген бөлікті көшіріп жазамыз. Келесі тапсырма. Қайсысы мәтіндегі негізгі ойдың қысқаша атауы болатынын таңда. Тіл қымбат қазына, әке аманаты, аталы сөздің шешуі. Ойланып көріңдерші. Яғни бұл жерде әке аманаты мен аталы сөздің шешуі нақты мағынаны беріп тұрған жоқ. Сол үшін тіл қымбат қазынаны дұрыс жауап деп санаймыз. 12-ші тапсырма. Мақал мәтелдерді жадқа жаз. Бірінші. Өнер алды қызыл тіл. Екінші. Сөзден асқан байлық жоқ, тілден асқан жүйрік жоқ. Үшінші. Сөз қадірін айтқан білер, жол қадірін жортқан білер. Тапсырма. Жоғарыдағы мәтіннің мазмұнына бұл мақал мәтелдің қайсысы сай? Келесі 13-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Мен қазақ тілімін. Мен сөздік қорға бай, өте көркем тілмін. Мейлінше оралымда таза тілдердің қатарындамын. Қазір мен мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болдым. Жыл өткен сайын қанатымды кеңге жайып өрістеп келем. Қазақ елі менімен мақтанады, әрі мені құрметтейді. Ал оқушылар ойланып көріңдерші, бұл мәтін диалог па әлде монолог па? Және монолог туралы білетінімізді еске түсірейік. Ең бірінші, монолог дегеніміз не? Бұл сөйлеушінің өз ойын бір немесе бірнеше адамға арнап айтатын ауызша сөйлеу. Яғни бұл жерде кейіпкер өзін қазақ тілімін деп таныстырып тұр. Яғни бұл сөйлеуші және ол сендерге өз ойын білдіріп тұр. Сондықтан біз бұл жерде монолог деп айтуымыз дұрыс. 14-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, мен тәуелсіз елдің ұланымын тақырыбында монолог құрап жаз. Тірек сөздер мен, тәуелсіз ел, ұланы, Қазақстан, 1991 тәуелсіздік, ата-баба сияқты сөздерді құрастыру арқылы өзіміз монолог құрап жазамыз. Яғни өз ойымызды жазамыз. Мысалы, мен тәуелсіз елдің ұланымын. Қазақстан үшін 1991 жыл тәуелсіздігімізге қол жеткізіп, ата-бабамыздың арманына қол жеткізген жыл. Тәуелсіз елімнің бірлігімен, елбасымыздың ұтқыр саясатымен біз бақытты балалық шаққа куә болдық. Тәуелсіз елімізді әлем танып, бақытты, бірлігі жарасқан ел болдық. Оқушылар, сабақ ұнаса, лайк басып каналға тіркелеміз және достарымызға жібереміз.